Баршаңызға сәлем, сіздермен Разат. Бүгін өте тәтті болып шығатын шоколадты торт пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстінен шекерді салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Миксер пайдалансаңыздар да болады. Шекеріміз ерігенше жақсылап араластырып, оның үстінен айранды құямыз. Кез келген айранды қосуға болады. Мен үйдің айранын қостым. Үстінен ас содасын саламыз. Кішкентай қасықпен жарты қасық салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Енді құрғақ өнімдерімізді, какаоны, қамыр қопсытқышты електен өткізіп саламыз. Ұнымызды 2 бөлікке бөле отырып, електен өткізіп салып, жақсылап араластырамыз. Құрғақ өнімдеріміздің барлығын електен өткіземіз, өйткені електен өткізбесек түйіршіктеліп қалуы мүмкін. Жақсылап араластырып, осындай масса болып шығады. Дайын болған массаны пергамент қағаз төселген тапамызға құйып аламыз. Менде диаметрі 22 сантиметрлік тапа. Құйып, бетін тегістеп, үстелімізге ұрып аламыз, біркелкі болу үшін. Қызып тұрған пеште 200 градуста піскенше 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Кремін дайындау үшін қаймақ пен шоколадты сгущенка қажет. Екеуін жақсылап араластырамыз. Крем дайын. Піскен бисквитімізді суытып, бөліктерге бөліп аламыз. Ең бетін кесіп аламын, оны кейін торттың бетіне үгітіп себеміз. Қалған бөлігін теңдей 3 бөлікке бөлемін. Осылай бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Кесіп алған жоғарғы бөлігін қолымызбен майдалап үгітеміз. Енді тортымызды жинаймыз. Арнайы кольцода жинасаңыздар да болады. Мен тарелкаға өздерін жинайдым. Бисквиттарды қойып, үстіне крем жағып, оның үстіне келесі бисквитті қойып, әрқайсының арасына кремдерін жағып, біріктіреміз видеодағыдай. Крем жағып біріктіріп алған тортымыздың үстіне үгітіп алған бисквиттерімізді сеуіп, тортымызды әсемдейміз. Торттың кремі сіңу үшін 1 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Тортымыз дайын. Миксерді, артық құралдарды пайдалануды қажет етпейді. Өте оңай дайындалады. Дәмі де өте тәтті болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын!